әргедал күністермен бірге слайм жасап көретін боламыз. Және де мен оны маған бір қыз жазды комментарияға, және де оны тексеріп көретін боламыз. Бірінші біз шампунь құямыз. Осы шампунь қосамын, және де бұның бәрін араластырамыз. Мен де шынымды айтсам, бұл шампунь емес, қайтсам болады, жидкое мыло сияқты. Шынымды айтсам, араластыра береміз. Енді краситель қосамыз. Менде сары краситель, бірақ мықты оранжевый болып жатыр. Менің ойымша бұл оранжевый емес сияқты. Достар, оранжевый емес. Просто осындай болды. Енді бұны біз морозилкаге 10 минутқа қоямыз. Біздің бірінші слаймымыз морозилкада тұрғанша біз екіншісіне көшейік. Екінші біз бір зубной паста аламыз. Менде осындай. Иә, достар, менде кішкене қалған екен, осыны құя салайын деп шештім. Міне, осынша құямыз. Енді өздеріңіз қалған краситель қосасыздар, достар. Просто менің краситель бағана зубной пастан сары түс түйіп кетіп, осындай жатыр. Мен бірақ фиолетовый цвет қостым. Енді араластырамыз. Міне, достар, менде осындай фиолетовый цвет шықты. Енді біз крахмал қосамыз. Мына менде осындай. Кішкенеден қосамыз. Енді араластырамыз. Достар, егер сіздерде крахмал жоқ болса, сахарная пудра қоссаңыздар болады. Сахарная пудра қосадым, себебі таусылып қалды менің крахмалым. Енді бұны араластырамыз. Достар, примерно осындай болды. Бірақ маған ұнап тұрған жоқ шыққаны. Бәрібір де қолымды ұстап көрейік. О, достар, қараңыздар, қолға жабысады. Бұл ешқандай слайм деуге де келмейді. О, боже мой. Бірақ кішкене крахмал қоссаңыздар, слайм шығады, достар. Достар, және де біз қолымызға кішкене май жағып аламыз. Бізде май слаймға ұқсамайды, достар, слайм емес бұл. Просто кішкене ойнауға болады. Бірақ қолыңызды кішкене бұлғайды. Бірақ қайтсам болады, маған ұнады, неге екенін білмеймін. Бірақ басқаша сияқты менің ойымша. Бірақ бұл ешқандай слайм да емес, резун да емес. Так что рецепт не работает. Достар, қараңыздар, тұрғанына уже 10 минуттай. О, достар, бұл бізде мұз болып кетті, кәдімгідей көп ұстап қойған сияқтымын. Бірақ бұны біз араластырамыз қазір. Міне араластырдым. Қолға кішкене жабысады, бірақ осының ішінде ойнауға болады. Достар, маған ұнады. Бұны неге екенін білмеймін, бірақ осындай рецептер маған жаман қатты ұнайды. Бірақ осының ішінде ойнауға болады, достар. Просто мен көп ұстап қойған сияқтымын, сондықтан менде қолға жабысып жатыр. Бірақ негізінде ол қолға жабыспайды. Менің қолыма жабысқанымен. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыздар. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіз білетін рецептерді маған комментарияға жазып кетіңіздер. Және де олар клейсіз болса деп айтқым келіп тұр. Көп адам маған клейсіз слайм жасашы деп сұрап жатыр. Сондықтан клейсіз және божыққышқылсыз слаймдарды жазып кетіңіздер. Мен сол кезде келесі видеода шығаратын боламын. Достар, егер де сіздер менің видеома түскілеріңіз келсе, көп комментария жазыңыздар. Сол кезде сіздердің шанстарыңыз өте көп болады. Және де менің видеома түсетін боласыздар. Сіздермен бірге болған мен, Әргідал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.